Мен Оразалы Жұмабеков атындағы Тірек мектебінің 10-шы сынып оқушысы Рысқұл Дінислам Қайратұлы табиғатты аялат жас өлкетанушылар форумының Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D атласы номинациясына қатысу үшін Қарағаш қорықшасының макетін дайындадым. Қарағаш қорықшасы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында орналасқан қорықша. Бұл қорықша 1986 жылы ашылған, жалпы ауданы 68 шаршы шақырымды. Макет жайлы толықтырып айта кетсем, макеттің негізгі жер бедері пеноплекс материалынан жасалған. Ал бұның өлшемдері 60-50 см. Негізгі өсімдік ретінде суреті шығарылған жабыстырылатын қағаз, яғни текстура материал пайдаланылған. Ал үй мен жануарлардың аттары дәл осындай жабыстырылатын қағазға суретмен жазулары шығарылып, ПВХ материалына жабыстыру арқылы жасалынған. Одан кейін мына жерде жануарлар тұрған шарбақ ағаштардың бір-біріне желімдеу арқылы жасалынған. Және де көріп тұрғандарыңыздай ағаштар, бұл ағаштарды біз губка материалын кесіп, ұнтақтап, оны колер арқылы жасыл түске бояп, ағаш таяқшаларға желім арқылы жабыстыру арқылы жасадық. Және де өзенді мастер клей арқылы жасадық, және де көк түске боядым. Жануарлар информатика сабағында қолданылатын 3D принтерінде жасалған. Әрбір 3D модель 3D Max бағдарламасында жасалған. Әрбір модельді жасау үшін бізге жарты сағат уақыт кетті. Сонымен мына макетіміз берік, әрі мықты, және де сапалы түрде жасалған. Біздің мына жер бедерін жасауға бір күн уақыт кетті, және де жануарларды үйді жасауға бір күн, және ағаштарды жасауға бір күн уақыт кетті. Жалпы нәтижесінде бұл макетке 3 күн уақыт жасауға жұмсалды. Бұл Қарағаш қорықшасы Жаңарқа ауданының солтүстік батысында Терісбұтақ өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан. Бұл қорықшада тал, терек, көктерек, мойыл, шілік, қарағаш ағаштары өседі. Бұл қорықшадағы ландшафт таулы, яғни аласа таулы, және де жазық алқапты ландшафт болып келеді. Және де дәл осы қорықшада облыс бойынша жалғыз жерде ғана кездесетін, яғни осы қорықта кездесетін батпақты ландшафт бар. Топырағы қызғылт қоңыр, құм аралас топырақ болып табылады. Осы қорықшада әртүрлі өсімдіктер өседі, әсіресе астық тұқымдас өсімдіктер өседі. Соның ішінде бетеге, бидайық, селеу, жусан, ши және тағы да басқа өсімдіктер өседі. Және де бұл қорықшада түрлі жануарлар бар. Оларға доңыз, қасқыр, қоян, түлкі және де қызыл кітапқа енген ақбөкен осы қорықшада тіршілік етеді. Ал құстарға келетін болсақ, құстардан бізде құр, шел, үйрек, үкі, жапалақ және тағы да басқа құстар осы қорықшада мекен етеді. Біз осындай қорықшаларды ұйымдастыру арқылы табиғатты қорғап, сақтап, және оны болашақ ұрпаққа жеткізе аламыз.